Саламатсыз ба оқушылар? Бүгін бізде Кронгырт кітап бойынша 8 сынып Кронгырт кітабы бойынша 8 сынып физикасы екінші жаттығу 34-35 бет. Екінші жаттығуды оқиық. 600 грамм глицеринді 20 цельсий градустан 60 цельсий градусқа дейін жылыту үшін қанша жылу мөлшері қажет? Берілген құрамыз массасы 600 грамм және Т1 20 цельсий, Т2 60 цельсий градус және жылу сыйымдылығы 2400 судың. Мұнда табамыз жылу мөлшерін. 600 граммды біз 0,6 килограмм деп халықаралық бүліктер жүйесіне келтіріп аламыз. Және Q-ның формуласы S көбейтілген M T2 минус T1 формуласына қоямыз. 2400 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген цельсий көбейтілген 0,6 килограмм. Оған көбейтеміз. Жақша ішінде 60 цельсий градустан 20 цельсий градус азайтамыз. Және барлығын көбейтеміз. Және 40 цельсий градус қалады. Барлығын көбейткенде бізде 57.600 джоуль 57.600 джоуль шығады. Оны килоджоулға айналдырсақ 57,6 килоджоуль болады. Келесі екінші есебі. Егер күмістен жасалған бұйымды 30 цельсий градусқа жылыту үшін 50 джоуль жылу мөлшерін беру керек болса, онда бұйымның массасы қандай? Екінші есептің берілгені дельта Т 30 цельсий градус, Q тең 50 джоуль, жылу сыйымдылығы 2500 джоуль килограмм көбейтілген цельсий. Табу керек бізде масса. Негізгі формуламыз мынадай. SM дельта Т. Бұдан біз масса табамыз. Q-ді бөлеміз S көбейтілген дельта Т-ға. Және формула қоямыз. 50 джоульді 2500 джоуль килограмм көбейтілген цельсий көбейтілген 30 цельсий градусты. Осыны бөлеміз. Бұнда бізде жауабы жуық шамамен 0,7 килограмм шығады. Яғни оны граммға айналдырсақ 7 грамм болады. Келесі үшінші есеп. Массасы 110 грамм темір кесегін Т1 220 цельсий градустан Т2 920 цельсий градусқа дейін қыздыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? Үшінші есептің берілгенін жазамыз. Массасы 110 грамм, Т1 20 цельсий градус, Т2 920 цельсий градус. Жылу сыйымдылығы 460. 110 граммды килограммға айналдырамыз. 0,11 килограмм. Табу керек бізде жылу мөлшері. Формулаға қоямыз. 460 көбейтілген 0,11 килограмм. Жақша ішінде 920-дан 20 градус цельсийді азайтамыз. Барлығын көбейткенде 45540 джоуль болады. Оны бір жуықтап немесе килоджоулға айналдырғанда 45,5 килоджоуль болады екен жауабы. Келесі төртінші есеп. Жетте бірінші кестені пайдалана отырып массалары бірдей алюминийден және жезден жасалған денелерді дельта Т градусқа дейін қыздырған кезде қажетті жылу мөлшерлерінің қатынасын анықтаңдар дейді. Келесі төртінші есепте. Берілгені 920 джоуль килограмм бөлінген цельсий градус. Және бұл бізде темір кесегімен алюминиймен дейін кешірмедім. Алюминиймен жезден жасалған алюминийдікі және жездікі. Табу керек бізде Q алюминиймен жездің қатынасы. Екінің қатынасын табу керек. Формула бойынша мынадай. Алюминийді Q тең алюминий деп аламыз. Және бірінші алюминий бойынша және жез бойынша жазып аламыз. Және осыларды қатынасына келтіреміз. M көбейтілген дельта Т-лар қысқарып кетеді. Сонда бізде қалады Q алюминий бөлінген Q жез тең болады. Яғни алюминий бөлінген жездің жылу сыйымдылығы. Енді бізде бұндан 920-нан бөлеміз 380-ге 2,4 шығады.
2 көрініп тұрмас сіздерге 2,4. Келесі 5-ші есеп. Денені 40 Цельсий градусқа жылыту үшін 500 джоуль жылу қажет. Осы денені 60 Цельсий градусқа жылыту үшін қанша жылу мөлшері қажет болады? Дененің массасы 2 есе үлкейді деп қарастырыңдар дейді. 5-ші есептің берілгені. Дельта Т1 40 Цельсий градус, Q1 500 джоуль, дельта Т2 60 Цельсий градус, М2 тең 2М1. Q2-ні табу керек. М2 мен М1-ге тең деген сөз. Q1 мен және Q2 мен өрнектейміз, яғни SM көбейтілген дельта Т-ні 1-2 деп өрнектейміз, және олардың қатынасы Q1-дің Q2-ге қатынасы деп формуланы қоямыз. Осылай және біз қысқаратындарын қысқартып, соңында мынадай формула аламыз. 2 көбейтілген Q1 көбейтілген дельта Т2 бөлінген дельта Т1. Осы формула бойынша есептейміз. Бұдан енді Q2-ні табамыз. Q2, яғни бізде сонда 2 көбейтілген Q1 көбейтілген дельта Т2 бөлінген дельта 1. Осы формулаға қоямыз. 2 формулада көбейтілген 500 джоуль, Q-дің орнына көбейтеміз. 60 Цельсий градусты бөлеміз 40 Цельсийге. Бұнда жауабы бізде 1000 джоуль шығады екен. 1500 джоуль. Сонда Q2 бізде 1500 джоульға тең. Келесі 6-ші есеп. 2 кг глицерин дельта Т 30 Цельсий градусқа суыған кезде бөлінетін жылу мөлшері 500 грамм күнбағыс майы 20 Цельсий градусқа суыған кездегі бөлінген жылу мөлшерінен қаншаға аз? Қажетті мәліметтерді жетте бірінші кестеден алыңдар деген. 6-ші есептің берілгені көрініп тұрмас сіздерге, яғни М2 тең 2 кг, дельта Т1 30, С2 2400, МК 500 грамм, оны 0,05 деп килограммға айналдырамыз. Күнбағыс майынікі масса, дельта Т күнбағыс 20 Цельсий градус, және жылу сыйымдылығы күнбағысты 1700 джоуль бөлінген килограмм Цельсий градус Цельсий табу керек. Дельта Q, үлкен Q-ді табу керек. Яғни формулаға қоямыз. Глицерин бойынша мынау Q глицерин тең С2, С глицерин ғой, глицерин масса глицерин көбейтілген Т глицериннің несін табамыз. Барлығын көбейтеміз. 144 килоджоуль шығады. Бұндан 144 килоджоуль шығады. Келесі күнбағыс майы бойынша есептейміз. Күнбағыс майының мәндерін қойып, жылу сыйымдылығын, массасын және температурасын қойып, яғни 1700-ді 0,05 килограммға көбейтеміз 20 Цельсий градусқа. Бұнда біз 17 килоджоуль алады екенбіз жауабында. Енді дельта Т-ні табу үшін Q глицериннен Q күнбағыс майының несін азайтамыз. Яғни глицериндікі бізде 144 килоджоуль болды. Одан азайтамыз 17 килоджоульді. Бізде жауабы шығады 127 килоджоуль. Яғни дельта Q 127 килоджоуль болады екен. 6-ші есебінде. Келесі 7-ші есеп. Ені 12 метр, ұзындығы 25 метр бассейндегі суды дельта Т 30 градусқа жылыту үшін 5,67 көбейтілген оның 7 дәрежесінде килоджоуль жылу мөлшері қажет. Бассейннің тереңдігі қандай дейді. 7-ші есептің берілгені. А тең 12 метр, В тең 25 метр, яғни ені және ұзындығы. Дельта Т 30 Цельсий градус, тығыздығы 1000, Q тең 5,67 көбейтілген оның 7 дәрежесінде килоджоуль. Килоджоуль джоульға айналдырсақ, оның 10 дәрежесінде боламыз. Және жылу сыйымдылығы 4200 табу керек. Биіктігін табу керек екен бассейннің. Мына формула бойынша есептейміз. Яғни масса керек бізге, және көлем керек. Және ауданның формуласын жазамыз. Енді осы масса табамыз мынадан. Және осы массаның орнына мыналардың барлығын қоямыз бірінші.
Q'дің мына формулаға мына жерде қоямыз. Q тең S. Мына S бар ғой, міне көбейтілген. Массаның орнына міне ρ, А, Б, H көбейтінділерін қоямыз. Көбейтілген дельта Т. Осы формуладан H-ты табамыз, биіктікті. Биіктікті табамыз осы формуладан. Яғни осы формуладан биіктікті тапқанда Q-ді бөлеміз. С көбейтілген ρ, көбейтілген А, көбейтілген Б, көбейтілген дельта Т-ға. Енді осы формулаға қоямыз барлығын. Бізде Q 5,67 көбейтілген оның 10 дәрежесі джоуль. Мында С 4200 көбейтілген 1000 көбейтілген 12 көбейтілген 70 көбейтілген 30 Цельсий градус. Бұның барлығын көбейткенде бізде 3,178 көбейтілген оның 10 дәрежесі шығады екен. Мында 5,67-ні 3,178-ге бөлеміз, сонда 1,5 метр қалады екен. Сонда бассейннің тереңдігі бізде 1,5 метр болады екен. Келесі 8-ші есеп. Жетте екінші суретте екі түрлі денелердің температураларының оларға берілген жылу мөлшеріне тәуелділігі көрсетілген. Денелердің массалары 1-2 килограммға тең. Осы денелердің меншікті жылу сыйымдылықтарын анықтаңдар дейді. Осы денелердің меншікті жылу сыйымдылықтарын анықтау керек. Екі дене берілген. Яғни бізде берілгені 8-ші есеп. Жетте екінші сурет бойынша. Бірінші дене бойынша берілген міне. Бізде үлкен Т-мен есептейміз. Т1 300 кельвин, Т2 420 кельвин, Q тең 60 килоджоуль. 10 джоульға айналсаң, оның 3 дәрежесі масса 2 килограмм. Және екінші дене бойынша Т1 340 кельвин, Т2 400 кельвин, Q 60 килоджоуль, яғни онда Q-дар бірдей, масса 2 килограмм. Мұны бізде жылу сыйымдылықтарын табу керек екі дененің. Енді бізде формула бойынша бізде мынадай, үлкен Т бойынша есептейміз дедік қой. Q тең CM Т2 минус Т1. Бұдан жылу сыйымдылық табамыз. Q-ді бөлеміз масса көбейтілген жақша ішінде Т2 минус Т1-ге. Яғни осы формулаға енді 1-2 деп бірінші дене бойынша табамыз. Бірінші дене бойынша, яғни 300-400 пайдаланып. Бізде жылу мөлшері 60 көбейтілген оның 3 дәрежесі. Яғни бірінші жылу сыйымдылығын бірінші дене бойынша есептейміз. Барлығын орнына қоямыз. 60 көбейтілген оның 3 дәрежесінде джоульді бөлеміз. 2 килограмм көбейтілген 420 кельвиннен 300 кельвинді азайтамыз. Бұнда жауабы 250 джоуль килограмм джоуль бөлінген килограмм көбейтілген кельвин шығады. Енді екінші дене бойынша С2 60 көбейтілген оның 3 дәрежесінде джоульді бөлеміз. 2 килограмм көбейтілген 400 кельвиннен 340 кельвинді азайту. Бұнда жауабы 500 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген кельвин шығады екен. Жауабы бірінші дене бойынша 250, екінші дене бойынша 500 шығады. Келесі 9-ші есеп. 9-ші есепте 73-ші суретте массасы 2 кг алюминий кесегінің температурасының өзгеру графигі кескінделген. Бұл қандай процесс? Процесс кезінде жылу мөлшері жұтыла ма әлде бөліне ме? Осы жылу мөлшерін анықтаңдар. 73-ші сурет мына сурет бойынша. Сурет бойынша енді бізде берілгені массасы 2 килограмм. Массасы 2 килограмм алюминий кесегінің берілген және Т1 200 Цельсий, Т2 50 Цельсий градус, жылу сыйымдылығы 920. Табу керек жылу мөлшері. Бұл мөлшердің формуласы мынадай. Орнына қойып есептейміз. 920 көбейтілген 2 килограмм 50-ден 200-ді азайтамыз. Оны минуспен шығады. Және бұнда минус 276 мың джоуль шығады. Оны килоджоульға айналдырамыз. Минус 276 килоджоуль болып. Яғни бұнда график бойынша бөлінеді деген сөз. Мінекей балалар, бұл 8-ші сынып Кронгырт оқулығы бойынша көк кітап. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.